үлкен Насымханұлы, ең алдымен сұхбат бағдарламасына қош келдіңіз. Біз де сіздің кабинетіңізге қош келдік. Ең алғаш рет келіп отырмыз. Қызметіңізге әлі 1 жыл толмады. Құтты болсын айтамыз. Қазақ руханияты үшін, қазақ мәдениеті үшін, қазақ ғылымы үшін, қазақтың ұпайы үшін, ұлттық ұпайы үшін институттың берері көп болсын дейміз. Ең алдымен өзіңізді танысақ, ғылым, білім жолын таңдауыңыз, және де өзіңіздің артыңыздан өсіп келе жатқан іні қарындастарыңызға осы жолды таңдаудың ерекшеліктері туралы айтып берсеңіз. Рахмет. Біріншіден өздеріңізді де қош көрдік. Әрі сіздер арқылы сіздердің каналдарыңыздың көрермендеріне ыстық ықыласымды білдіремін. Енді бұл ғылым жолына қалай келдіңіз, осы өмір жолындағы кешірмелеріңіз деген мәселе келетін болсақ, мен өзім шығыстағы көршіміз Қытай Халық Республикасының тарихи Шығыс Түркістан, қазіргі Шинжаң өлкесіне қарасты Текес ауданының Ақши деген жерінде 1963 жылы өмірге келдім. 1982 жылы туған ауданымнан орта мектепті тәмамдап, сол жылы мемлекеттік ұлттық бірыңғай тестілеуден емтиханынан өтіп, Пекиндегі орталық ұлттар институты, қазір университет, сол оқу орнының филология факультетіне қабылдандым. Ол оқу орнында 1987 жылға 5 жыл оқып, университетті тәмамдағаннан кейін жолдамамен Шинжаң Уйғур автономиялы ауданының орталығы Үрімші қаласындағы Шинжаң гуманитар ғылымдар академиясы деп аталатын үлкен ғылыми орталық бар. Сол академияның ішіндегі әдебиет институтына ғылыми қызметкер болып орналастым. Яғни мен енді университет бітіре салысымен-ақ мен еңбек жолымды осы ғылым академиясынан бастадым. Ғылым академиясының әдебиет институтына кіші ғылыми қызметкер болып жұмысқа орналасып, содан 1987-ден 1992 жылға дейін, 92 соңына дейін сол аталған институтта кіші ғылыми қызметкер, орта ғылыми қызметкер деген дәрежелерде жұмыс істедім. Енді өздеріңіз білесіздер, 1991 жылы 16 желтоқсанда Совет одағы құлап, еліміз егемендігін жариялады. Сол күннен бастап мен тарихи отаным Қазақстанға оралудың қамына кірістім. Ол кезде Қытайда шетелге шығатын ұлттық паспорт жасату деген Қиямет Қайымның қыл көпірінен өткеннен де қиын болатын. Сөйтіп 1 жыл жүгіріп жүріп, ақыр аяғында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің арнайы шақыруы қолға тиді. Сол шақырудың негізінде загран паспорт, ұлттық паспорт жасатып, сол 1992 жылдың соңы, яғни 1993 жылдың басында, яғни екінші оқу маусымына туралап, тарихи отаныма, аңсаған Алматыма жеттім. Содан бастап 2002 жылға дейін сол аталған оқу орнында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің шығыстану факультетінде Қытай тілі мен әдебиетінен дәріс беріп ұстаздық еттім. Енді бұл барыста өзің сұрағыңа орай ғылым жолына түсу туралы ойымды да айта кетейін. Мен о баста енді жаңа сөзімді де айттым, университет бітіріп жолдамамен алғашқы еңбек жолымды сол академиядан бастадым ғылыми қызметкер болумен. Ол жерде Қытайдың, Ұйғырдың, Қытайдағы қазақтардың үлкен мүйізі қарағайдай
аты әлемге әйгілі үлкен ғалымдар жұмыс істейтін. Бір жағынан сол кісілерге шәкірт бола жүріп, ғылыми зерттеудің қыр-сырын меңгеруге талпындық. Мәселен, енді Қытайлар мен ұйғырларды айтпағанның өзінде қазақтардан марқұм Нығмет Мыңжани, Бұлантай Досжанин, одан кейін қазіргі сол Шыңжаңдағы қазақ ғалымдарының ақсақал абызы болып келе жатқан Жақып Мырзахан, Бексұлтан Кәсей, қазір осы Қазақстанда өмір сүріп жатқан тарихынан доктор, профессор Нәбижан Мұхамедханұлы ағамыз. Осы кісілерге бір жағынан шәкірт, бір жағынан іні бола жүріп, ғылыми зерттеудің қыр-сырына қанықтық. Одан кейін атамекенге, ата жұртқа оралғаннан кейін Қазақ ұлттық университетінде бұл жақтағы дәстүр бойынша жоғары оқу орнында жұмыс істеу үшін міндетті түрде ғылыми дәреже қорғау керек екен. Енді Қытайда ол заманда, енді қазіргі солай енді, бірақ ол заманда Қытайда ғылыми дәреже, жоғары ғылыми дәреже қорғау аса қатты талап етілмейтін. Мен енді о баста енді қорғаймын, Қазақстанға келіп ғылыми дәреже, жоғары ғылыми дәреже жетемін деген жоспарым, ойым болған жоқ. Осында жаңағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті келгеннен кейін бізге университет басшылығы, факультет басшылығы тарапынан күнделікті талап қойыла бастадық. Жастар, жас мамандар ғылыми дәрежелерінде, ғылыми әлеуеттерін көтеріңдер деген талап қойыла бастады. Оған да мен о баста онша мойынсұнып құлақ аса қойған жоқпын. Себебі мен енді о баста енді Алланың берген бір қасиеті, мен өзім жаңағы ақын ретінде сол поэзиядан үлкен бір өзімнің алдыма қойған мақсаттарым болды. Сол университетте жүрсем де бір жағынан ақындықпен өзімнің енді Құдай берген бойымда талантын, екінші жағынан шәкірттерге білімді беріп жүре беремін деп ойлап қалғам. Сөйтсем енді бұл жақта ондай болмайды екен. Жоғары оқу орындарында міндетті түрде жоғары ғылыми дәреже қорғау керек екен. Сонымен 1996 жылы сол кездегі Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, кейін академик болды, марқұм ұстазым Рымғали Нұрғалиұлына шәкірт болдым. Сол кісімен жетекшілігімен Шығыс Түркістандағы қазақ поэзиясындағы ұлт-азаттық идея 20 ғасырдың 20-50 жылдар аралығы деген тақырыпта кандидаттық диссертациямды қорғадым. Бұл тақырыпты алуымызға да бір ерекше жағдай болды. Себебі өздеріңіз білесіздер, мына қазіргі Шыңжаң ұйғыр автономиялы ауданы деп аталатын тарихи Шығыс Түркістанда 1944-1949 жылдары тәуелсіз Шығыс Түркістан Республикасы құрылды. Яғни ол Шығыс Түркістан тәуелсіз республикасының негізінің қалануы 1917 жылы Кеңес одағы құрылды ғой. Сол Кеңес одағы құрылғаннан кейін Қазақстандағы Алаш идеясы, Алаш азаттық идеясы, Алаш партиясы, Алаш қозғалысының адамдар жайлап Қызыл империя жағынан қудалау сұрай бастады. Содан кейін ол кісілерден көсемдердің көп тұтқындалды. 37 жылы атылып кетті біраз ұлт көсемдері. Кейбіреулері, мысалы Мұстафа Шоқай Еуропаға кетті. Тағы басқа да біраз алаш арыстары ендігі қазақтың таза ұлттық мемлекет болатын жер ретінде Шығыс Түркістан аймағын таңдап алды. Сол жерлерге барып, жергілікті халықтың арасына үгіт-насихат жұмыстарын, алаш азаттық идеясын үгіттеп, насихаттап, жалпы бұрыннан стихиялы бағытта көтеріліп келген халықты бірыңғай идеологиялық негізі бар жүйелі төңкеріс бағытына арнасына бұрды. Сөйтіп, сол төңкерістің күрестің нәтижесінде 1944 жылы Шығыс Түркістан, яғни
әсіресе солтүстік шығыс Түркістан, яғни кейін Қытайлар 3 аймақ деп алды, Алтай, Тарбағатай, Іле, осы қазақтар тұратын өңір толығымен азат болып, Шығыс Түркістан Республикасы құрылды. Сонда жаңағы 1920 жылдан 1950 жылға дейінгі аралықтағы 30 жылда яғни республика құрылуға негіз болған, соның идеологиялық базасын негіздеп берген сол кездегі ақын жазушылар болатын. Алайда өкінішке орай Кеңес одағы кезінде Сталин, Қытайда Мао ол тарихтың бәрін сызып тастады. Ол тарих, Қытайдағы Шығыс Түркістан Республикасы құрылған тарих, ұрпақтар санасынан өше бастады. Осыны менің ұстазым осы тақырыпты алып, қазір енді Совет одағындағы бұрынғыдай цензура жоқ, еліміз азат, осы тақырыпты алып, ғылыми айналым енгізейік деген ұсынысымен сол тақырыпты алып, мен 1999 жылы кандидат диссертация қорғадым. Содан 2002 жылға дейін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде кафедра меңгерушісі болдым, доцент болып жұмыс істедім. 2002 жылы Евразия ұлттық университетінің шақыруымен Астанаға қоныс аудардым. Астанада 2002 жылдан 2020 жылдың бірінші маусымына дейін сол Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде 18 жыл жұмыс істедім. Аралықта 2008 жылы докторлық диссертация қорғадым. Ол жерде докторлық диссертацияның тақырыбы қазақ және Қытай әдебиеттеріндегі ұлттық дәстүр мен жаңашылдық. Яғни енді тұтас екі елдің ұлттың әдебиетін, шығармаларын ақын және тұтас салыстыру мүмкін емес қой бір ғылыми жұмыста. Соған байланысты нақтылау үшін, тақырып нақтылау үшін 20 ғасырдың басындағы біздің қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезов пен Қытайдың ұлы суреткері Лушиннің шығармаларын негізінде осы докторлық диссертацияны жазып қорғадым. Жалпы Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде 18 жыл жұмыс істеппін. Соның 15 жылы кафедра меңгерушісі, институт директоры, оның сыртында шәкірттерге Қытай тілі мен әдебиеті, аударма мәселелері бойынша, Қытай мәдениеті тарихы бойынша дәріс оқыдым, шәкірттер тәрбиеледім. Енді мен қазір өзім мақтанышпен айта аламын, менің алдымнан дәріс алған өзімнің жүздеген Қытай танушы, Қытай тілі мамандары қазір еліміздің көптеген жоғары оқу орындарында, ғылыми орталықтарында, Қазақстан Сыртқы істер министрлігінде, Қазақстан Республикасы президентінің әкімшілігінде, үкімет аппаратында, тағы басқа ұлттық қауіпсіздік комитетінде, қорғаныс министрлігінде, тағы басқа толып жатқан осы мемлекеттің әртүрлі Қытаймен қатысы бар мекемелердің бәрінде жемісті еңбек етіп келе жатыр. Солардың ішінде әсіресе мақтанышпен ауызға алатыным осы өткен жолғы Қазақстанның Қытай Халық Республикасындағы бас елшісі, төтенше және өкілетті елшісі Шахрат Нұрышев мырза, қазір Қазақстан Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары, қазір Қазақстанның Қытайдағы төтенше және өкілетті елшісі қызметін атқарып отырған Ғабит Қойшыбаев мырза, одан кейін Шанхай ынтымақтастық ұйымындағы бас хатшы Қазақстанның өкілі Нұрлан Аққошқаров мырза, осы сияқты көптеген азаматтар қазір билік бұтақтарында әр деңгейінде жемісті жұмыс істеп келе жатыр. Одан сырт енді ғылым білім саласында жүрген шәкірттерім тіпті де көп. Енді Құдайға шүкір, отан оралғаныма 30 жылдай уақыт болып қалды, 29 жыл. Осы жылдарда еліміздің Қытай тану ғылымына бір кісілік үлесімді қосып келе жатырмын деп айта аламын. Жақсы. Жаңа жұмысыңызға, осы жұмысыңызға тағы да сәттіліктер тілейміз аға.
Екінші сұрағымыз осы институттың құрылу тарихы және де сізге дейін кімдер басқарды, сіздің осы бір жылға жетер-жетпес уақытта қандай қызметтерді қолға алдыңыз және де соның жемісі қаншалықты деңгейде ортаға шыға бастады? Рахмет. Мен енді бұл Рамазан Бимашұлы Сүлейменов атындағы шығыстану институтына еліміздің білім және ғылым министрі Асхат Қанатұлы Аймағамбетовтің жарлығымен 2020 жылы 1 июньде тағайындалдым, 1 маусымда. Содан бері қарай енді жарты жылдың ауқымында мерзім болды. Дегенменен енді бұл ұжым мен жаңадан келіп отырғанымменен маған бейтаныс емес еді. Себебі мен бұрын Казгуде жұмыс істеп жүргенде де, кейін Евразия ұлттық университетінде жұмыс істеп жүргенде де, біз енді бәріміз өзің илеп жүргеніміз бір терінің пұшпағы болғандықтан, осындағы мамандармен, басшылармен қоян қолтық жұмыс істеп жүрдік. Мысалы, әртүрлі нелерде, ғылыми конференцияларда, сондай-ақ кейде мына оқу орындарында жыл сайын болатын мемлекеттік аттестация, яғни студенттердің бітіру емтихандары. Осы емтихандарға шығыстану институтының мамандарын комиссия төрағасы ретінде шақырып тұратынбыз. Ол бір жағынан. Екінші жағынан, осы институтты маған дейін басқарған Әбсаттар Қажы Дербісәлі ағамыз, бұрын мен Казгуде жұмыс істеп жүргенде, ол кісі сол шығыстану факультетінің алғашқы құрушыларының бірі ретінде, әрі сол кезде біздің шығыстану факультетін тікелей басқаратын куратор, ректорымыз ретінде де ол кісімен қоян қолтық жұмыс істеп, бір жағы ағамыз, ұстазымыз ретінде ақыл кеңесін алып жүретінбіз. Одан кейін енді ол кісі мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының басшысы болып та қызмет атқарды. Одан 2013-тен осы жерде жұмыс істеп келді. Ол кезде де біз қарым-қатынасымыз үзілген жоқ. Ал оның алдында Әбсаттар Бағыспайұлына дейін бұл институтты басқарған Меруерт Қуатқызы Әбусейітова ханым, ол кісінің кезінде де біз енді осы институтпенен жалпы осы институттың мамандарымен, басшылығымен тығыз қарым-қатынаста болдық. Жалпы бір ауыз сөзбен айтқанда, маған енді жаңа қызмет, жаңа міндет болғанымен, ұжымның зерттеу бағыты бейтаныс емес еді. Яғни мен де осы шығыстану, қытайтанушы, шығыстанушы ретінде өзімнің айланысып жүрген салам болғандықтан, осында жүрген ғалымдардың кейбіреуі тікелей таныс, жүз таныс болса, кейбіреулер сырттай есім сойымен, еңбегімен таныс еді. Сол 2020 жылы 1 маусымда келдім. Содан бері қарай мінекей қоян қолтық білекті сыбан жұмысқа кірісіп кеттік. Жалпы бұл Сүлейменов атындағы, Рамазан Бимашұлы Сүлейменов атындағы шығыстану институты 1996 жылы үкіметтің арнайы қаулысымен құрылған. Бұл құрылу себебі енді былайша айтқанда бәрімізге де түсінікті болу керек. Кеңес одағы кезінде халықаралық байланыс тікелей Мәскеудің құзырында болды. Қай елмен қандай байланыс, қай деңгейде қарым-қатынас дегеннің бәрін Мәскеу өзі реттеп отырды. Ал енді біз 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздік жариялап, әлемдік қауымдастықтың айдынына өз кемемізді алып шыққаннан кейін, мейлі батыс болсын, мейлі шығыс болсын, мейлі көрші болсын, мейлі алыс елдер болсын, бәрімен де тікелей қарым-қатынасқа шығуға тура келді. Әсіресе енді бізге мүлде беймағлұм болып келген шығыс әлемі, яғни мынау ислам әлемі, одан кейін мына шығысымыздағы Қытай Халық Республикасы бізге көп жағдайда жұмбақ болып келді. Өйткені енді Кеңес одағы кезінде бізге ислам әлемі де жабық болды. Қытайдың арғы бергі
тарихынан бері қарай біз енді бұрыннан қоян қолтық жұмыс істесіп келе жатқанымызбен патшалы Ресей, Чин патшалығымен бірге мына қазақ даласын бөліп алғаннан бастап бүкіл Қытаймен қарым-қатынастың бәрі Москваның өзінің құзырында болды да бізге Қытай Халық Республикасы да Қытай деген елде, Қытай деген халықта жұмбақ күйінше қалып қойды. Демек осындай енді қиыршық елдері болсын, Жапония, екі Корея, оңтүстік Азия елдері болсын, ал енді сонымен бірге мына көрші елдер, әсіресе мынау орталық Азия елдері, олармен де біз енді тіліміз бір, дініміз бір, мұрат мақсатымыз бір елдеріміз дегенменен қалай болғанда да олар жеке мемлекет болғаннан кейін олардың да әрқайсысының өзінің алдына қойып отырған даму бағыттары бар, ішкі сыртқы саясаттары бар. Оларды да қарап отыру біздің еліміздің негізгі стратегиялық бағыттарының біріне айналып қалды. Сондықтан осындай қажеттілікпен ислам әлемін таяу орта шығыста, сондай-ақ мына жағымыздағы ағып көршіміз Қытай Халық Республикасының, Онар жағында қиыршық елдер Жапония мен екі Корея, мына жағындағы оңтүстік Азия, Вьетнам, немесе Үндістан, Сингапур, Малайзия, Таиланд деген сияқты елдерді, мына жағында Орта Азия елдері, Қырғыз, Өзбек, Тәжік, Түркмен, Әзербайжан деген сияқты. Одан тыс түркітілдес республикаларының қарым-қатынасы бір-біріне, интеграциясы мәселелері. Осының бәрін сараптап, қарым-қатынасты, олардың тіршілігін, ішкі сыртқы саясатын, экономикасын, әскери, саяси әлеуетін деген сияқты осының бәрін қарап отыратын бір орталық керек болды. Осыны ескерген үкімет, билік 1996 жылы осы Шығыстану институтын құрып, оған осы институт алғашқы құрушы Рамазан Бимашұлы Сүлейменовтің аты берілді. Содан бері қарай биыл мінекей енді 25 жыл толды. 25 жыл деген енді әрине былай қараған тарих көш үшін шексіз тарих көшу үшін 25 жыл деген қас қағым ғана сәт. Ал енді адам ғұмырының тұрғысынан айтқанда әжептәуір уақыт, ширек ғасыр. Биыл енді бізге сол ширек ғасыр толып отыр. Осы ширек ғасырлық мерекемізді бір ойланып, толғанып, не атқарылды, қай бағытта жұмыс істеу керек деген бағытта белгілі бір деңгейде атап өтеміз деген жоспарымыз бар. Ал енді 25 жылдың өзінде біздің Шығыстану институты енді әлемдегі демей қояйын, әсіресе Орта Азиядағы, СНГ аймағында, ТМД аймағындағы жетекші, Шығыстану бағытында жетекші ғылыми орталықтардың біріне айналып үлгерді. Яғни 2019 жылы Американың Пенсильвания университеті 2019 жылы бүкіл ғаламшарлық аналитикалық орталықтардың даму туралы баяндамасына сәйкес біздің Шығыстану институты әлемдік жетекші 63 ғылыми орталықтың ішінде, ең жетекші 63 ғылыми орталықтың ішінде біз 43-ші орынды иелендік. Бұл енді әсіресе ТМД аймағында, соның ішінде Орта Азия аймағындағы үлкен жетістік, үлкен көрсеткіш, жетекші орын деген сөз. Осындай үлкен жетістігіміз бар. Оның бәрі енді әрине жай ғана беріле салған, бағалай салған дүние емес. Оның бәрі жан-жақты да сараптаудан өткізген, атқарылып отырған ғылыми жобалар, халықаралық байланыстар, институт ғылыми қызметкерлерінің потенциалы, жарияланымдар, осының бәрі басшылыққа алынады. Осының бәрін қарастыра келіп, біз сол әлемдегі, ғаламшардағы 63 жетекші ғылыми орталықтың 43-ші орнына иеленіп отырмыз. Бұл енді 25 жылдық қана тарихы бар ғылыми орталық үшін үлкен жетістік деп есептеймін. Дәл қазір енді біздің осы Шығыстану институтының құрылымын былай қайтадан қарап құрып жатырмыз. Тарихи материалдар зерттеу бойынша республикалық ақпараттық орталық,
түркі мемлекеттерімен классикалық түркітану орталығы, Қытайтану орталығы, таяу және орта шығыс елдері бөлімі, Азия және тынық мұхит аймағы бөлімі, орталық және оңтүстік Азия бөлімі, шығыс елдерінің геоэкономикалық және саяси мәселелер бөлімі, ұйғыртану орталығы, ЮНЕСКО-ның ғылым және руханият кафедрасы, қоғаммен байланыс және баспасөз орталығы деген бөлімдер жұмыс істейді. Енді бұл институтта осы ширек ғасырдан бері қарай алты алашқа атағы белгілі Арыстанбекова, Есмағамбетов, Оразбаева, Бейсенбиев, Ерекешева, Ким деген кісілер жұмыс істеп кеткен осында. Қазір енді кейбіреуі бақилық болып кетті, кейбіреуі пенсияда бұл кісілердің. Ал енді бүгінгі таңда осы біздің институтта әлемге белгілі, әлемге аты мәшһүр шығыстанушы ғалымдар Әбсаттар Қажы Дербісәлі, Меруерт Қуатқызы Әбусейітова, Жалилов, Камалов, Каримова, Жанымхан Ошан, Муминов, Тоқтабаева секілді көптеген жетекші ғалымдар. Оның ішінде Қытай танушылар бар, араб танушылар бар, парсы танушылар бар, жапон танушылар бар, түркі танушылар бар. Жалпы осындай жетекші ғалымдарымыз бар. Биыл енді бізде 63 адам жұмыс істейді мына ұжымда, оның 20-сы әкімшілік басқару персоналдары болып есептеледі. Қалған 43 азаматымыз ғылыми қызметкер есебінде таза ғылыми шығармашылықпен айналысады. Енді бұған дейін кімдер басқарған деген сұраққа да жауап бере кетейін. Алғаш құрушы институтты ол кезде бөлім ретінде құрылған тарих институтының жанына Рамазан Бимашев Сүлеймен. Бұл кісі сол 92 жылы құрып, осы шығыстану институтын бір жыл басқарып, ары қарай ол кісі енді денсаулығы байланысты қайтыс болып кетті. Одан кейін Ерден Задаұлы Қажыбек мырза 92-96 жылдар басқарды. Одан кейін Әбусейітова Меруерт ханым басқарды 2013 жылдарда. 2013-2020 жылдар Әбсаттар Қажы Дербісәлі басқарды. 2020-ның 1 маусымында мен келдім. Қазір мен келгеніме жарты жылдың сол жақ бұжағы болды. Қысқасы енді шығыстану институтының тарихы, құрылымы, әлеуеті, онда жұмыс атқаратын, қызмет атқаратын мамандардың жай-жапсары жалпы осылай. Жақсы, институтқа мекеме ретінде де сәттілік тілейміз. Қызметкерлерге жазарлар көбейсін дейміз. Рахмет. Келесі бір сұрағымыз, жақында ғана президентіміздің отанымыздың 30 бодандықтан азат етілгеніне 30 жыл толуына орай көлемде бір мақала шықты. Тәуелсіздік бәрінен қымбат деген. Сол мақаланы оқығаннан кейінгі әсеріңізбен бөліссеңіз. Енді тәуелсіздік жариялағанымызға биыл 30 жыл толады. Яғни биыл 30-шы жыл. Енді президент Қасым Жомарт Кемелұлының жарлығымен биылғы жыл тәуелсіздіктің 30 жылы деп жарияланды. Соған байланысты осы жылды, сол 30 жылдықтың жыл ашары ретінде тәуелсіздік бәрінен қымбат деген өте бір маңызды, өзекті, керекті мақала. Яғни үлкен бір стратегиялық сипаттағы бағдарламалық мақала деуге болады. Ол мақалада осы еліміздің тәуелсіздік алған 30 жыл ішіндегі жетістіктері, асқан асуларымыз жан-жақты сарапталған. Әрине ол жерде біз жаңағы президенттің мақаласында айтылған, мысалы біздің әр 10 жылдығымыз шарт түрде 3 кезең десек 30 жылды. Әр 10 жылдығымыз ғасырға жүк болатындай міндеттерменен көмкеріліп жатыр деп. Шынымен де солай болды.
біз енді кейде өзіміз кейбір қомағай көңілмен, пендешілікпен өзімізді анау 500 жылдық тарихы бар Америкамен, мыңдаған жылдық тарихы бар Еуроп елдерімен, дамыған елдермен салыстырып, неге біз солай бола қоймадық дегендей ашқарақ көңіл күймен қараймыз. Енді оны да түсінуге болады, өйткені енді жақсылыққа деген құштарлықтың, жақсылыққа деген ұмтылыстың көрінісі ол. Дегенменен қазақта мақал бар, мұсылмандық аста-аста деген. Орыстарда мақал бар екен, Москва бір күнде салынған жоқ деген. Біз енді әрбір ұлы сапарлар алғашқы жай бірінші, екінші қадамнан басталады. Гималайды бағындыру үшін оның етегінен бастап жүріп өтуге тура келеді. Не бір том-том, 10 том дүние болсын, 100 том дүние болсын, 1 том дүние болсын, әрбір жазу бір-бір әріпте жазудан басталады. 1 том күйінше түсе қалған дүние болмайды. Ұшып барып, секіріп барып, Гималайдың басына шығам деуге болмайды. Сол сияқты сол адамзат қоғамының дамуында не революциялық жолмен, немесе эволюциялық жолмен дамиды. Әрине революциялық жолды біз таңдамаймыз, себебі бізге осы эволюциялық жол таңдап алғаннан кейін дамудың табиғи жүйесі, жүзгесі осы эволюциялық жол. Біз сол жолмен жайлап жүріп береміз. Оның енді біздің еліміздің ұлттық құрамымыз тарихи жағдайларға байланысты көп этносты, көп сенімге, яғни діниге, көп дінділікке бағытталған сондай қоғам болып қалыптастық. Оған енді әрине біз де, біздің ата-бабаларымыз да кінәлі емес, бәріміздің еркімізден тыс қалыптасқан жағдай. Сондықтан енді сол көп этносты, көп дінді осында ұлттық құрамда президенттің мақаласында айтты, соны біз өзіміздің артықшылығымыз ретінде жүзеге асырып, содан ұтымды пайдаланып келе жатырмыз деп. Шынымен де қазір елімізде өмір сүріп отырған 100-қанша этностың өкілдері жұдырықтай жұмылып, Қазақстан үшін тер төгіп жатыр әр салада. Тіпті мына спорт саласының өзінде, мәдениет саласының өзін қарап отырсақ, бір ғана спорт саласының өзінде, Головкиннің өзі бүкіл дүние жүзінде қанша рет Қазақстанның көк жалауын желбіретті. Осының өзі де біздің сол жаңағы президент айтқан, осындай көп этносты, көп дінді, осындай күрделі құрамды өзіміздің артықшылығымыз ретінде игіліктеніп, оны мемлекетті нығайтудың игілігін айландырып отырған еліміз. Сондықтан енді бізге қалай болғанда да тыныштық керек. Бізге қазір енді уақыт өте тиімді жұмыс істеп жатыр. Осы уақыттың біз үшін тиімділігін пайдаланып, біз осы орайда жақсылап өсіп-өнуіміз керек. Ол жөнінде де елбасы деп қойған жаңағы президенттің мақаласында жан-жақты айтылған. Қысқасы президенттің мақаласы біз тарих бойынша ұлттық тарихымызды жүйелеу, қайта жазу бойынша, одан кейін сол көп жағдайда қазіргі өскелең ұрпақ, әсіресе мына тәуелсіздіктен кейін өмірге келіп есейіп жатқан өскелең ұрпақ тәуелсіздіктің қадірінен білмейді десек қателесеміз, дегенменен жалпы бір табиғи құбылыс сияқты қабылдап, жеңіл қабылдап алды. Осы бағытта оларға осы тәуелсіздіктің оңайшылықпен келмегенін, ең кемінде 250 жыл, 3 ғасырдай бодандықпен, қан төгіспен, қырғынмен келгендігін біздің әрбір жас ұрпақ, өскелең ұрпақ оның бәрін біліп отыру керек. Ол үшін сол сананы отарсыздандыратын бірінші бағытта, екінші бағытта патриоттық сезімді, қазақстандық отаншылдықты қалыптастыратын ол негізі осы тарихи сабақтар. Біз бүгінгі қайдан келдік, қалай келдік, ертең кім болып қалуымыз керек деген мәселенің бәрін айшықтап отыратын ол тарих ғылымы. Осы реттен келгенде
осы 30 жыл, тәуелсіздік 30 жылы. Бұл енді жай ғана той тойлайтын емес, шынымен де ой ойлайтын, толғанатын бір кезең болып отыр. Бұны осы президенттің тәуелсіздік бәріне қымбат деген бағдарламалық мақаласынан анық байқауға болады. Одан кейін енді біздің шекарамыздың, аумағымыздың аумақтық тұтастығы, шекарамыздың шегенделгені туралы тағы да біраз өзі принципті түрде ашық айтылған ұстанымдары бар. Оларды да оқып ерекше риза болдық. Себебі соңғы кездерде әсіресе Қазақстанның мына дамуын, тыныштығын, гүлденуін, тәуелсіз ел ретінде қалыптасуын көре алмайтын ішкі сыртқы жаулар осы біздің территориямызға әртүрлі өсектер таратып жүрген жағдай бар. Оның бәріне де лайықты әрі ашық тойтарыс берілген бұл мақалада. Сондықтан мен ойлаймын, президенттің бұл мақаласын арнайы кітапша етіп, осы мектеп бағдарламаларына да енгізсе, тым болмағанда жас ұрпақтың, өскелең ұрпақтың бәрінің санасына сіңетіндей, осы президенттің мақаласында көтерілген идеяның бәрін жүзеге асыратындай ұлттық бағдарламалар қабылданса, сонда ғана осы біздің тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын әрі қарай да мәңгілік ел боламыз деп жатырмыз ғой. Сол мәңгілік ел болу үшін бұл тәуелсіздікке мәңгілік ие болып қалатын мәңгілік елдің мәңгілік патриоттарын тәрбиелеуіміз керек. Ол үшін президенттің осы үлкен бағдарламалық мақаласында айтылған, көтерілген ұсыныстар менен стратегиялық бағыттардың бәрін жүзеге асырсақ, нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын. Жақсы аға. Мынау қазіргі кезеңде 2020 жыл өте бір ауыр жағдайда өтті. Бүкіл әлем пандемияның астында болды. Осы уақытта институттың жұмыс үдерісі қалай болды? Және де институттың, Шығыстану институтының басқа шетелдік институттармен қарым-қатынасы, ынтымақтастығы, сол арқылы ол жақтағы мүмкін басқа да бір материалдарды алу қалай жүріп жатыр? Енді 2020 жыл адамзат тарихында сонда бір алапат әлемді әлекке салған COVID-19 деген коронавирус деген атпенен белгілі болған үлкен алапат індеттің жайлауымен тарихта қалатын болды. Мен осы институтқа басшылық қызметке келген 2020 жылы июнь айында, маусым айында сол карантиннің ең бір шырқау шыңына шыққан кез еді. Сонымен бірге сол коронавирустың да ел ішіне жаппай дендеп таралып, топырлап, күніне жүздеген, мыңдаған адам жұқтырып, небір еліміздің атпал азаматтары, әсіресе мына руханият саласына аянбай тер төгіп жүрген академиктер, ақын жазушылар, дәрігерлер, қарапайым шаруалар күніне жүздеп демесек те сол ондап, жиырмалап өмірмен қош айтысып жатты. Өте ауыр жыл болды. Біз енді себебі өзіміз балшықтан адам жасай алмай, оның ішінде балшықтан қазақ жасай алмай отырған елміз. Сондай жағдайда біз енді мыңдаған отандасымыздан айырылып қалдық. Бұл енді қазақ ел үшін үлкен жоғалту. Дегенменен енді тағдырдың басқа салғанына көнбеске шара жоқ. Біз енді сақтана жүріп, осы 2020 жылда тағы да өзіміздің жұмысымызды жалғастыруға мәжбүр болдық. Біз енді бұрынғыдай шетелдерге барып, шетелдердің ұйымдастырған Шығыстану бағытындағы ғылыми конференцияларына қатысуға, немесе шетелдерге экспедиция сапарларға баруға мүмкіндік болған жоқ. Ол өздеріңізге де түсінікті. Ал енді шетелдерден де
бізге келіп тәжірибе алмасуға немесе біздің жиналыстарымызға қатысуға келген әріптестеріміздің де оған мүмкіндігі болған жоқ. Бірақ соның есесіне онлайн деген жүйе енгізіліп, қазір енді осы барлық тірлігіміз мектеп оқушысы, университет студенттері, басқа да әртүрлі жиындар, бас қосулар осы онлайн жүйесінде болып жатыр ғой. Бізде сол өзіміздің тірлігімізді негізінен онлайн платформасында, онлайн жүйесінде жүргіздік. Атап айтқанда біз енді 4 іс-шара үлкен ауқымды, екеуі халықаралық ғылыми конференция, екеуі дөңгелек үстел. Соның бәрін біз онлайн, кейбіреуін офлайн аралас форматта өткіздік. Енді алдағы уақытта бұл індеттің енді беті қайтып, бұрынғыдай мамыражай тірлігімізге қайта оралатын болсақ, біз енді алдымызға қойып отырған мақсаттарымыз көп. Соны енді шетелдік әріптестеріміз бар. Біздің ғалымдарымыздың енді ол жаққа барып экспедицияға баратында жоспарлар бар. Өйткені біз енді бағана айттым ғой, мына әлемдегі ең жетекші 63 ғылыми орталықтың ішінде біз 43-ші орынды алып отырмыз. Оның бәрі сол орынға жетудегі басты критерийдің біреуі мына халықаралық байланыс. Біздің енді халықаралық байланысымыз өте ауқымды. Атап айтқанда мына ЮНЕСКО-ның білім және ғылым мәдениет мәселелері жөнінде Біріккен ұлттар ұйымының ЮНЕСКО-менен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейміз. Одан кейін ЮНЕСКО жанындағы ислам ұйымы, олармен де тығыз қарым-қатынаста бірікте қол қойған меморандумдарымыз бар. Одан кейін ислам ынтымақтастық ұйымы жанындағы ислам тарихы мен өркениет мәдениетін зерттеу орталығы бар. Онымен қарым-қатынасымыз бар. Одан кейін Ресей ғылым академиясы шығыстану институты, Ресей ғылым академиясының шығыс жазбалары институты, Өзбекстан Республика ғылым академиясының Әбу-Райхан Беруни атындағы шығыстану институтымен, Қырғыз Республикасының ұлттық ғылым тарих институтымен, Татар Республика ғылым академиясының тіл және әдебиет шығыстану институтымен, Қытайдың бірінші тарихи мұрағаты, Үндістан Республикасының сыртқы істер министрлігі жанындағы мәдени байланыстар жөніндегі үнді кеңесімен, Орталық Азияны зерттеу жөніндегі қормен, яғни Үндістандағы, Ұлыбританияның Оксфорд ислам зерттеу орталығымен, Кембридж университетінің құрамында Орталық Азия форумымен, Лувен католиктік университетімен, Бельгияның шығыс тілдері және өркениет ұлттық институтымен, Франция, Француздың Орталық Азия зерттеу институтымен, Берн университеті жанындағы Швейцарияның, Берн тарих мұражайымен, әлеуметтік тарих пен тіл зерттеу институтымен, осы сияқты 20-дан астам әлемдік деңгейдегі жетекші шығыстану бағытында ғылыми орталықтармен бәрімен қол қойылған меморандумдарымыз бар. Бұған дейін атқарылған ауқымды жұмыстарымыз бар. Мәселен алып айтсақ, енді біріккен ғылыми жобаларды, біріккен халықаралық конференцияларды, біріккен авторлықпен өмірге келіп жатқан монографияларды, дөңгелек үстелдерді айтпағанның өзінде жоғарыдағы елдермен меморандумның жағдайында біз Қытай қолжазба ескерткіштеріндегі, Парсы жазба ескерткіштеріндегі, түркі жазба ескерткіштеріндегі, моңғол жазба ескерткіштеріндегі, араб жазба ескерткіштеріндегі Қазақстан ежелгі түркі тарихына, қазақ тарихына қатысты 26 том архивтік мұрағаттар жинап алынып, қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жарыққа шығарды. Сонымен бірге Цин империясының заманындағы Қазақстан туралы мұрағаттық құжаттар жиналып алынды. Шығыс миниатюраларындағы Қазақстан тарихы, Қазақстанның эпиграфиялық ескерткіштері деген көлемді зор ауқымды жобалар жүзеге асырылды. Дәл қазір енді шығыстану институты қазақстандық шығыстану зерттеулері, қазақстандық шығыстану зерттеулері, мәдениет пен өнер
Қазақстан Шығыстан зерттеулер әлем елдері деген осындай бағыттарда сериялы ғылыми басылымдар дайындау үстіндеміз. Оның сыртында біз енді әр жыл сайын мемлекеттің қазір енді ғылымға бөліп жатқан қаржысы жыл санап ұлғайып жатыр. Мемлекет басшылары болсын, министрлік басшылары болсын, ғылымға бұрынғыдан гөрі көңіл бөле бастады. Бұрындары мысалы бөлінген қаржы 0,1 тағы басқа сондай болатын болса, қазір 1-2%-ке дейін сондай жеткізуді көздеп отыр. Бұның өзі ғылым үшін үлкен серпін беретін шара болып табылады, қолдау болып табылады. Жыл сайын осы Қазақстан Республикалық ғылым және білім министрлігі ғылым комитеті жыл сайын ауқымды ғылыми жобаларға конкурс жариялайды. Біз енді былтыр 2020-да 5 жобаны аяқтаған болсақ, енді биыл 2021-ге біз 27 айға 78 жоба, 3 жылға 10 шақты жоба, сонымен бірге мемлекеттік бағдарламалық қаржыландыру бойынша 3 жобаны дайындап отырмыз. Алдағы уақыттен соны бекітіліп келетін мүмкіндік болса, алдағы 3 жылда осы бағыттарда жемісті жұмыс істейміз деп ойлаймын. Ең бастысы қазір енді тағы да айтам, біз осылай бір бейбіт, тыныш жағдайды сақтай отырып, бір жағынан демографиялық әлеуетімізді өсіруіміз керек. Екінші жағынан ғылым білім саласы бойынша да өзіміздің діттеген жерімізге жетуді мақсаттауымыз керек. Бізге енді эволюциялық даму жолының осындай тиімділігін толық шынайы пайдаланғанда ғана өзімізді бір қалыптасқан мемлекет, дамыған мемлекет, қалыптасқан ұлт, жетілген ұлт, өскелең мемлекет ретінде дамудың даңғыл жолына түсуге мүмкіндік аламыз. Құрметті Дүкен Мәсіпханұлы, уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет айтамыз. Жұмыстарыңызға тек қана сәттілік пен жақсылықтар тілейміз. Көп рахмет өздеріңізге.